Ешкімге жалынбадым. Жұлдыз Әбдікәрімова жақын адамының опасыздық жасағанын айтты. Актриса Жұлдыз Әбдікәрімова басынан өткен сынаққа сынып кетпей, ақыры дегеніне жетіп, баспаналы болғанын сүйіншілеп, қолдау білдіргені үшін оқырмандарына алғыс айтты. Бұл туралы Politico.kz Азаттық рухы сайтына сілтеме жасап хабарлайды. Ол осы күнге жету жолында көптеген қиындықты бастан өткергенін атап өтті. Бір жыл бойы қатты қиналғаныма, ауырғаныма, күрескеніме, кейбір жайттарды үнсіз жұтқаныма, жақынымнан көрген опасыздыққа, басыма келген сынаққа сынып кетпей, ешкімге жалынбай, жылап сықтамай, ешкім жайында ләм-мим демей, күл талқан боп қирап жатқан жерімнен жинақталып, қайта тұрғаныма, эмоцияға берілмей сабырлық танытқаныма, сіз, менің оқырманым, шынайы әрі мейірімді жанашырым, куә болдыңыз. Мені қолдаған, дұғада болған әрбір жанға алғыс айтамын, деп жазды актриса. Жұлдыз Әбдікәрімова желі қолданушыларымен қуанышын бөлісіп, жаңа баспанасында түсірілген видеоны жариялады. Жаңа адаммен, жаңа үйде, жаңа өмір делінген видеода. Құрметті көрермендер, Жұлдыз Әбдікәрімованың бұл жазбасын оқып отырып, әйелдің төзімі мен ішкі қуатының қаншалықты мықты болатынына тағы бір мәрте көзім жетті. Өмірдің қиын сәттерінде сыр берместен, үнсіз күресіп, сабырлықпен жүріп, ең соңында өз арманына жеткен жанның сөзі жүрекке жетпей қоймайды. Күл талқан боп қирап жатқан жерімнен жинақталып, қайта тұрдым деген жолдары нағыз өмірлік сабақ. Бұл тек бір адамның жеңісі емес, мыңдаған қыз-келіншекке үміт, шабыт сыйлайтын оқиға. Ешкімге жалынбай, ешкімді жамандамай, тек өзіне сеніп, еңбектеніп, ақырында жаңа үйге қоныс аудару зор еңбекпен рухтың жемісі. Жұлдыз ханымға жаңа шаңырағыңыз берекелі болсын дейміз. Жаңа үйіңізде тек қуаныш, тыныштық, бақыт болсын. Сізді қолдаған, дұға еткен барша жанның тілегі еселеніп, өзіне қайтсын.